Сәлеметсіңдер ме оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Абай Құнанбайұлы «Мен жазбаймын» өлеңді ермек үшін. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ойшылы, ағартушысы, ақыны. Абай қазақ әдебиетіне реалистік сипат пен жаңа мазмұн берді. Адамзаттық ой санаға терең із қалдырды. Абай Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Ол бала күнінде ескіше хат таниды. Кішкентай күннен халықтың ауыз әдебиетіне қанып өседі. Ел ішіндегі ақын жыршылардың, шешендердің әңгімесін елте тыңдайтын зеректігімен ерекшеленеді. Абай 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне түсіп, білім алады. Ақынның араб, парсы тілін меңгеруі шығыс ақындарын оқып, шығыс әдебиетіне еркін бойлауына ықпал етеді. Абай шығыс ақындарының шығармаларын танумен ғана шектелмей, өзі сол үлгіде өлеңдер жазған. Абай медреседе оқи жүріп, орыс мектебінен де дәріс алған. Өз бетінше Семей кітапханасындағы орыс классиктерінің шығармаларымен танысады. Саяси көзқарасы үшін Семейге жер аударылған Михайлис, Долгополов, Леонтьев сынды орыс демократтарымен араласуы орыс тілін жете меңгеріп, рухани толысуына мүмкіндік туғызады. Ол тек орыс ақындарының ғана емес, Еуропа қаламгерлерінің, ойшылдары мен ғұламаларының еңбектерімен терең таныса бастайды. Шығыс әдебиеті мен батыс әдебиетінен жиған білімі Абайды кемелдендіре түседі. Әкесі Құнанбай ұлын ел билеу ісіне араластыру үшін оқуын аяқтатпай елге алдыртады. Абайдың ел ісіне ерте араласуы, ру арасындағы талас тартыстың байыбына барып, оқиғаға өзінше баға беруіне, өзіндік сын пікірінің қалыптасуына ықпал етеді. Абай шығармаларының көпшілігі қазақ қоғамының тағдырына арналады. Ақын халқының бүкіл рухани қатынасына терең көркемдік шыншылдықпен қарайды. Ескілік әдет, билеуші топтың азғындық мінездері ақын шығармаларында аяусыз шенелсе, қараңғылық, мұқтаждық пен жоқшылықта өмір сүрген бұқара халықтың қоғамдық қалпына көзқарасын айқын сездіреді. Оқушылар, бейнероликті тамашалап болсақ, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: Абай Құнанбаевтың қандай өлеңдерін білесің? Екінші сұрақ: Абай өлеңдерінің негізгі тақырыбы қандай? Үшінші сұрақ: Абайды неге жазба әдебиеттің негізін салды деп айтады? Абай Құнанбайұлының «Мен жазбаймын» өлеңді ермек үшін өлеңі 1889 жылдары жазылған. Өлең әрқайсысы 6 тармақтан тұратын 5 шумақтан құралған. Бұл өлеңді ақынның өз оқырманымен сыр сұхбаттауға келеді. Көкірегі сезімді, тіл ұрамды жастарға сөз өнерінің қадір қасиетін таныту, сырын ұғындыру мақсатынан туған. Мұнда ақын сөз өнерінің құдіретін зерделейді. Өлең әсіре қызыл, жылтыр сөзбен ғана шырайлы болмайтынын, әділет пен шынайылықты жеріне жеткізе айтқанда құнарлы ой, сырт алтын, іші күміс. Сөз жақсысына, түбі терең мағынаға айналғанда ғана ел көкейіне қонатынын түсіндіреді. Сөз айттым, Әзіретәлі айда харсыз. Мұнда жоқ алтын ек сарала қыз деп, өзінің айналасындағы шығыс үлгісіндегі қисса дастандарға әуестеніп тым әсірелеп жырлаған Көкбай, Әріп сияқты ақындарды қағытады, ағалық сынын айтады. Абай ақын шәкірттеріне өлең тілін түсінікті және жинақы қылуды насихат етеді. Мақсатым тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көзін қойып көңілін ашпақ деген ақын өлең туралы терең таныммен тың ой түсінік қалыптастырады, үлгілі өрнек қалдырады. Оқушылар, енді келесі тапсырманы орындаңыздар. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңінің тақырыбы мен идеясын анықтаңыздар. Ол үшін әрине өлеңді толық оқып шығуларыңыз қажет. Оқу тапсырмасы: Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңінің фабуласын жазыңыздар.